Сәлем достар! Гендік инженерияның дамуына байланысты ғалымдар жануарлардың ДНК-сын эксперименттен өткізіп, ерекше немесе мүлдем басқаша жануар етіп жасайды. Біз бүгін сіздерге сонда ерекше тәжірибе арқылы пайда болған жануарларды көрсететін боламыз. Видеомызды бастамас бұрын лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде біздің осындай қызықты видеомызды ешқашан жіберіп алмайсыз. Ал ендеше біз видеомызды бастай берейік. Өрмекші ешкі. Бұл ешкілерге қарасаңыз, таң қалатындай ештеңке байқамауыңыз мүмкін. Алайда бұлар ешкілер емес. Шын мәнінде бұлар ешкі өрмекшілері. Ғалымдар ешкі мен өрмекшінің ДНК-сын араластырып, бір жануар етіп шығарды. Бірақ ғалымдарға бұл не үшін қажет болды десеңіз, ешкіден өрмекшінің торын алған оңай болды. Бір сөзбен айтқанда, ғалымдар осының барлығында өнеркәсіп үшін жасаған болатын. Тышқан құлақ. Мына тышқанның дәл арқасында адамдыкіндей құлақ бар. Бұл тышқанды Чарльз Ваканси зерттеп жасаған болатын. Ал құқық қорғаушылар жануарды дәл осылай қатты қинаған үшін Чарльз Вакансиді қолдамады. Түнде жарқырайтын жануарлар. Ғалымдар жануарлардың терісін өзгертіп, түнде жарқырайтындай еткен. Әзірше осындай экспериментті ғалымдар тек шошқаға, мысық, қой, маймыл, тіпті балыққа дейін өткізген. Әсіресе адамдардың көбі жарқырайтын балыққа қызығып, оны сатып алады. Жарқырайтын жануар туралы айттық. Ал енді мөлдір жануар. Бұндай жануарды япониялық ғалымдар жасаған болатын. Неге десеңіз, түрлі жануарларды оп-оңай зерттеу үшін дәл осылай мөлдір еткен. Сонымен қатар мөлдір жануарларды сатып алатын адамдар өте көп. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде біздің осындай қызықты видеоларымызды ешқашан жіберіп алмайсыздар. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдунұрхамит. Қызықты мәліметтер арнасы. Сау болыңыздар.